Hoş geldiniz. Men Pedagogikалық университеті 1925 жылы негізделген педагогикалық бағытта. Азыркы мезгилде Кыргызстанда Жапондан жалгыз педагогикалық бағыттарды окуу жай болуп эсептелебиз. Бул окуу жай өз каражатыбыздан 2014 жылы ишке бергенбиз. Бул жерде Кыргыз Россия факультетинде кыргыз тили жана орус тили адистигинде студенттерибиз окуйт. Биз сырткайга барып жүрүп көрүп анан биз деле бура эле өзүбүздүн студенттер үчүн ошо жаңы шарттарды деп ошо жаңы инновациондуу системада құрылып бүтіп қалдық, бір қаласы беріледі. 1 сентябрьдан баштап бұл жерге оқу кіреді, студенттер оқуға кіреді. Емеректі бары алып бүтті. Жаңы оқыту мұрасы жөнінде маалымат берсек, бұның негізгі бұйыртмасы Ош мемлекеттік педагогикалық университеті қаржы жылы бұлар оқу жайын атайын қаржы есебінен болады. Құрушылар бұл Югстрой сервис ұтып алған. Сметалық басы 154.123.580 сом эле, ал эми 120 миллион. Кандан кийин 120 миллионго утушту. Курулуштун аяктоо мөөнөтү 21 жылы 11 ноябрга бүтүш керек. Бирок биз өз убагында акчаны берип, мына ушу сентябрда ишке киргизип атабыз. Ал эми жалпы аянты 36 метр квадрат. Ар бир бөлмө ушундай панелдик жаңы инновацион доскалар менен каржыланган. Досканын баардыгы келди. Бул кирүү аянттары, бул коридорлор бүт жаңы заманбап технология менен камтылган. Бул жерде ушу коридорлор, бул жерде зал болуп, аларда кеңири тойлап турган. Бул жактагы, бул жерде кандай көп болгондо ушул залдар күтүүнү жаңы болуп. Азыр электр кирди, бул жакта жаңы жакшы болгон. Мына бул жагы компьютерлер гана болот, бул жагы. Бул жакта жаңы студенттер классында панелдерин коюп берилет, Кудай кааласа. Bir ayda бүтүп Кудай кааласа. Бул жактагы окуу залы, бул жакта балдар окуу залы, бул жерде ачык пространство кеңири болот. Бул жерге балдар бош убактында балдар студенттердин жакшылап карайчы. Бұл балаларда кофелерді өштіріп, студенттер бош уақыттарында ушул жақтарда тегереді екен балкон. балкон тегереді. Тегереді, я? Тегереді. Балдарда. Бұл жағында жаңы современный зал болып балдарға қолданылып тұрған заманбап қалаған типте жасай бастады. Садын Оғачевич, біз педагогикалық вуз болғандықтан мамлекеттің емес, біздің де күшіміз жетеді дегенді көрсетейін деп отырмыз. Сөйлеп педагог, біз бір ғана педагогикалық әдістікте балдарды оқытып білім береміз. Ал Баткен, Жалауат, Оштан береді. Ошон үчүн біз сырт тілі тұтқан өре өзімізде де мүмкіншілікті көрсетейін деп, şu жаңы заманбап шартты жасап атабыз. Азыр біз өзіміз. Азыр еңбек жамааттын айлығындағы көтерілім шарттарын жақсы. Болады, біз жасасақ болады екен. Анан сіз айтқандай біз өзіміздің не керек? ошоны дәлелдейли деп ошондой кылып жасап